Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ратука, яғни кемпір қосақ салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты жасау үшін бізге шұжық, қияр, қызанақ, жүгері ілпектері, яғни кукурузный хлопья қажет болады. Шұжық, қызанақ және қиярды 4 бұрыш қылып турап шығамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп қойып шығамыз. Тарелкамызға қойған кезде, мысалы шұжықты қоятын болсақ, оған қарама-қарсы шұжық тұру қажет. Дәл осы ретпен барлығын қойып шығамыз. Салатымыз дайын болып қалды. Енді оның үстіне майонезбен жағып шығамыз, видеода көрсетілгендей етіп. Осы рецептпен салат жасап көріңіздер. Бұл салат өте дәмді болып шығады және де өте жеңіл. Ас болсын!